2019 елдан алып, біздің мектепте робототехника направление өсешіп келе енді. Әлігі вақытта біз 5 класс оқушылары менен күнде тиерлік дәрістер алып барабыз. В основном біз Lego Mindstorm EV3 деген набордармен ешіттебіз. Әлігі хәтлі біз көп IT ярыштарда қатнашқанымыз бар. То есть, онда крит ярышы, робототехника бойынша бана біз бірінші тапқыр Кися Қапсақауында робофестивальда қатнашып қайттық. Балалар оңышылығына сығыш яғанылар. Олар бик қуанып қайттылар бұл ярышта қатнашқандары өсін. Әлігі күнде біз келесекте енді дистанцион форматта өткен республиканский робототехника конкурсына қатнашып әзірленеміз. Робототехника юнәліші бізде өсеш нүктелері, центрдары ярдамында эш башылып алып кетті. 2019 елда біз мәғариф проектында қатнашып, өзімізді ошу өзекті асуға өлгештігінде. Әліге мәлді біздің өзекте барығы дұрт оқытусы ешлей, шахмат, технология һәм ОБЖ фәндері бойынша біздің дәрістер өткерлейінді. Углубленное изучение болайынды. 3D принтерлар ярдамында яңартылған оборудованиялармен біз балаларға яңы сифатлы білім білерге тырышады.